Экзистенциалист ғалымдар адам ғұмырының ғибратты, не мағынасыз өткенін анық көрсететін бір өлшемді сөзсіз мойындайды. Ол сөзінде тұра алу қасиеті, яғни неше рет уәде беріп, қанша уәдесін жұтты. Осыған қарап адамның не дұрыс, не бұрыс өмір сүргенін дәл анықтайды. Қазақ телевизиясының жарық жұлдызына айналған Бейсен Құранбектің өмірлік образы мен философиясы кітапқа түсті. Оны оқуға шабыттандыратын тағы бір бонус естеліктерді Санжар Керімбайдың жинағаны. Автордың өзімен тілдесудің мүмкіндігі түсіп тұр. Әзірге әлеуметтік желіге шолу жасап алайық. Осы кітапты Бейсен ағамен әңгімелесіп отырғандай сезіммен оқыдым. Керемет кітап. Бойыңа бір күш-қуат береді. Бақытты болуға әрбір күрескен адам лайықты деген сөзі керемет Бейсен ағаның. Менің енем кешкі астан кейін демалып, қонақ бөлмеде отырады. Мен де Бейсен және болмыс кітабын қолына ұстаттым. Таңғы 4-5-тердің шамасында ұйқымнан тұрып қарасам, бөлменің шамы әлі жанып тұр екен. Кітапты оқып аяқтап болыпты. Алғашқы сұрақ әдеттегідей автордың өзіне, Санжар аға, саналы әрекеттердің қолдан тудырған толқыны деген әдемі сөз тізбегі бар. Кіріспесінде ағия кітаптың ол толқынның неден басталғанын айта кетіңізші оқырманға. Саналы әрекеттер дегенде бір нәрсені сәл философиялық тұрғыдан ашуға тура келеді. Мынау қазіргі ғылымда біреу conscious, біреу consciousness деп ар-ұят және ақылды екіге бөледі. Ақылды адам егер өзімен ақылдымын деп есептейтін болса дейді, ол ақылдымын, мынаның ақылы бар деп айту үшін оның қасында сыңары болу керек дейді, болмыстың сыңары дейді. Яғни ар-ұят анаған араласып тұрма, осы әрекетті жасау ісіне қатысып тұрған жоқ па? Себебі адам ар-ұятын тұншықтырып тастап та ақылдың ісіменен қайдағы жоқ нәрселер жасай беруі мүмкін дейді. Коррупционер чиновниктерді алады мысалға. Мемлекетті тонаған кезінде олар ақылдың күшімен тонайды мысалға. Арды тұншықтырып қояды тағына. Сондықтан Бейсеннің толқын туғызып деп жіберетін себебі, бір жағынан ар-ұят, екінші жағынан ақыл екеуі қосылып бірге жұмыс істеген кезінде мәңгі бақи бар нәрсе қозғалып кетеді тағына, адамдар шайқап жібереді. Мен шыдай алмай алдында 20 беттік естелік жаздым, кейін оқырмандардан ол келді. Мынаның не басы жоқ, не аяғы жоқ, енді қызыққа кіріп келе жатқан кезде шолтаң етіп бітіп қалады. Туғаннан бастап қайтқанға дейін бәрін түгендеш мынаны. Бәрі сол бір толқынның шайқалысында болып жатыр. Айнұр ханым, маған кітапта бір ұнаған жер, кітаптың ер адамның позициясынан жазылмағаны, иә, әйелді де, ер адамды да адам ретінде қарау керек деген. Сіз байқадыңыз ба ол жерді? Көп отбасы осы нүктеде оңбай сүрінеді. Еркектер әйелін қамауда ұстайды, мәдени, рухани дамуына мүмкіндік бермейді. Малды тауып жатырмын, сен тек үйде отырып ұқсат деп талап қояды. Мұндай орынсыз талап көптеген келіншекті 30-ға жетпей жөнжетіп жібереді. Себебі онтологиялық тұрғыда әйел мен еркек бір ғана болмыс. Адам деген өлшеммен анықталады. Біз әлі өзімізді іздеп жүрміз, әлі бойымыздағы бір нәрсе бар, бір ішімізде бір нәрсе бүлкілдеп жатқан сияқты сол нәрсемізді ашқымыз келеді. Бұл ер балаға да, бұл қыз балаға да негізінде оқитын нағыз қазақтың қоғамына керек кітап. Әділдік принципі, өзінің өмірде ұстанған, тұтынған, жалпы уәдені орындау, барлық адамдарға бірдей болу, шыққалы бері 5 рет па, 6 рет па? Қайтадан басылып шығарылып жатыр, әлі де жетпейді. Қазақ еліне танымал тележүргізуші туралы кітап деп емес, адам туралы кітап деп қабылдау керек сияқты. Арабия, Германия сұрайды, мына тұрған Қырғызстан, Өзбекстан көп сұрайды. Басқа тілдерге аудару туралы ұсыныс түсіп жатқан шығар. Менді ол, егер оның соңына түсіп алсаң, ол ондай ұсыныс тауып алды демдеді. Бірақ авторлардың өзінде ондай амбиция жоқ. Бейсеннің өзінің әуелдегі мұраты сол қайрақ деген қозғалысты құрып, мен мына қазақтың ұйықтап жатқан жігіттерін шайқап қайраймын, оларды ұйқысынан оятамын. Ана қазақ қыздарының бағын ашу деген нәрсе ол ырықсыз эффект, яғни by product. Сен жігіттерді қайрасаң, аналар автомат түрде өзінен өзі соларға қарап тартылып кетеді. Ал енді жігіттерді ысырып қойып, тек қыздармен айналысатын болсаң, ол сауатты, парасатты қыздар бәрі енді ана надандарға күйеуге тиюге болып қалады ғой. Ал мыналар аналарды сүйреп кетеді. Негізі солай механизмі. Сен үшін тап қазір ең қымбат адам кім? Шешем. Таппадың. Кішкентай қызым шығар? Таппадың. Білмеймін, онда өзіңіз айтыңыз. Саған қазір ең қымбат адам кім екенін білмеймін, бірақ кім болу керек екенін білем. Кім екен? Мен. Дәл қазір мен болуым керек.
алдыңда кім отырса, қасыңда кім тұрса, кіммен сөйлесіп тұрған болсаң, сол адам саған ең қымбат адам. Елдің алдында жүрген өнер адамдарының қандай болу керек екені, мойнына қандай жүкті арқалау керек екені жақсы жеткізілген сияқты. Француздың ойшылы бар ғой, жаңа экзистенциалист. Сартр. Таңдау жетеді дейді да. Өзіңнің бір болмыстың ішінде 1000 миллион түрлі бейне жатыр дейді да. Ішінен қайсысын алып көрсетесің жұртқа дейді, қайсысын қоғамға тартасың, оны сен өзің білесің дейді. Бірақ есіңде болсын дейді. Қай бейнені таңдап, қай образды таңдап қоғамға ұсынсаң да дейді, сол үшін жауапкершілік арқалайсың дейді. Соңынан ергендер бір нәрсеге ұрынатын болса, басыңмен жауап бересің дейді. Ол діншіл емес, бірақ бәрібір бұның сұрауы болады деп айтады. Қазір 9000-нан астам адамға тараса, демек 9000 Бейсен Құранбек бар деген сөз, әркімнің санасында. Жаңа айтып отыр ғой, көбіне адамдар алған кезде әр баласына бір-бірін ырымдап алады. Бейсен сияқты болсын деп. Жақсы, шығарманы оқыңыз дейміз, және оның ішінен өзіңіздің бейсеніңізді табыңыз. Келесі кездескенше.